алейкум, сайғылы телесерджілер, хаберлер вақыты студияда мен Фатиме Седаметова Чалышан вершіндікі сатқа бойле малюмат. Қырымның чеші талары сағанақ нәтижесінде керечні сув басты башқа регионларда есе құрғақлық себебінден февқуляде вазиет илан етілді. Ахмезжетнің Қырым татар мектебінде мезонлар ақшамны мелейтус иле кечірділер. Сынырсыз али оқу верту ендіден Қырым федераль университетінде сақатларға да оқымақ имканы берілді. Йол әрекет қайделеріні бозылғаны себебінден пара жазасыны вақтында төлемедіңізмі банк қайғырыр. Бұл ведегер левхаларымызны бұзым яйнымызда сейір етіңіз. Жанкой вейді қойу районларында құрғақлық себебінден февқуляде вазиет илан етілді. Бұақта Жұмхуретнің қоқожалық матбуат қызметінде хабер еттілер. Идаренің башы Андрей Рюмшин қайдетті ке емелдарлар жүйған параларыны девлет қайтыра жақ. Вебуте құрғақлық себебінден харап олған берекет ақта дегіл, бұл емде яқарлық фиятлары артылғанына дайыр. Тазминат Туленов тертібі енді ішлеп чықарылды. Хатырылатамыз евелері февқуляде вазиет да 4 районда көрсетілген еді. Бұл сейтлер ичкі, Дюрчеве, Құрман районлары. Кечкен ратлық күндері Керич Хараман шерге көчлі сағанақ яғды. Яғмур июньнің 23-інде күндіз яғы башлады. Бұрқачдаққа девамында шерінің меркези соқақларыны толысынен сув басты. Машиналар өз әрекетінің тоқтамаға пияделер есе баларыны қолға көтермеге мечбур олдылар. Герой Сталинграда yolunda 6-й санлы 10 қатлы евнің сәкенлері ичтимаяғларда яқында капиталь тамир етілген дам бұрынжы қатқа же сув ақызғаныны көстерділер. Зарар көргенлер ақында малюмат yok. Қырым Өндеслік педагогика университетінде оқув шурасы ве Девлет думаме бұсы Руслан Бальбек еле Корушев кечті. Ярымаданын кескін меселелері музыкере етілді. Шымды епсі қырымлыларының нефақа реформасы ратсызлай. Профессор Оджалар теркібі академиклер өз фікірлері еле пайлаштылар ве өз тузетувлеріні көрсеттілер. Хатырлатамыз шымды қанунлейха Девлет думанын бақылуында болуна. Все ваши предложения обобщу и доведу и до фракции, и до партии. Потому что это очень важно, и призываю к тому, чтобы мы конструктивно подошли к этому вопросу, и каждое ваше предложение отразится, возможно, на уже принятых решениях. Оқув шуранын топлашуында емде тарих ақта сөз юрсетілді сақланып қалған язы ве археологик мен балар бойынша шымды тарихчелер айта білелер ке Бақчысарайдаки Салачық комплексы территориясында да чоқ анық олмаған иншатлар қала. Бұл себептен тарихи мирас абиделері сақланып қалуы бойынша темелі иш алып барыла. Это сама территория, как музей под открытым небом. И уверен, что мы придем к тому, чтобы сумели еще и воссоздать. Не только сохранить, да, то есть цель любой этой работы, это научной в этом направлении, но и, конечно же, восстановить, да, то есть восстановить первозданный облик этих дворцовых сооружений. Исмет Юксель, Крымские новости КХ агентлігінің генераль мудиры вазифесінден бошалды. Бұақта Украин көтлеве хаберлер васталары білдірелер. КХ-ның фаалиетіне Тика Янинкиша веш бірлік агентлігі пара айрайды. Шымды Туркия Исмет Юксельдің хабаржылық әрекетлерінде қабатлай. Шу себептен оны генераль мудир вазифесінден бошатмаға қарар алынды. Яны генераль мудир оларақ Мустафа Джемилевге яқын тұрған Рустем Умеровны тайын етмеге планлаштыралар. Сонки малюматқа көре Рустем Умеровның Фейтуллах Гюленның фета әрекетіне алақасы бар. Бұл тешкелі Туркияда террористик деп белгіленді. Хатырлатамыз КХ агентлігі өз ішіні 2006 сенесі майыс 18-інде башланды. 2014 сенесі есе Қырым Русияге кечкен сон агентлігінің реберлігі Киев шеріне көчмеге қарар алды. Украинада гей-парадлар мемлекетінің милли хавсызлығыны темин етежеклер бұақта Украин журналист Айдер Муждабаев хабер етті. Оның фікірі еле мақале «Новое время» сайтында ерлештірілді. Оның фікіріне көре бөлі адамларының ақ құқықларыны танымақ цивилизацияға бір адымдыр. Бұндан ғайры журналист ЛГТБ жемиетінің ғайлері балалар арасында дар қатулығына қол тұта.
Еще один аспект, который меня волнует в этой теме, это детские самоубийства. Ведь сексуальная ориентация – самый удобный повод для травли. Это ломает человеку жизнь. Но ведь он не виноват в том, кем родился и что родился не в том теле, что имеет психологию не женщины, а мужчины. И любит не мужчин, а женщин и наоборот. Это просто антигуманно – создавать атмосферу в обществе, где ребенок не может спокойно жить со своей сексуальной ориентацией. Хатырлатамыз, кечкентіне Украинада Қырым-Татар телеканалының хадимлері Мусави парады деп адланған тедбірде іштирак еттілер. Олар өз ичтимаяғларында фоторесімлеріні ерлештірділер. Невбеттігі провокация Украин сайтларындан бұрысынде Қырым мектеплерінде туған тіл огренілігі ясақ етілген ақында малюмат пейда олды. Айры алда анда Қарасу базар районындаки яны Бурульча койнын мектебі ақында языла. Біз бұл малюматны тешкермеге қарар алдық. Бізім тақымыз Қарасу базар районында ел алды. Нәтижелер ақында Невбеттігі левхамыз. На родине без родного языка. В школах Крыма препятствуют изучению крымско-татарского языка. Бір Украин сайтының серлевасы Қырым татарларыны ғадапландырды. Махаледе Қырым татар ве Украин тіллерінің огренілігі тамым мектеп реберлері тарафындан тоқтатыла деп білдіріле. Адвокат Мамед Мамбетов сообщил, что 18 июня к нему неоднократно обращались родители учеников общеобразовательной школы из села Цветочное Белогорского района. Они возмущены поведением директрисы школы Минжелеевой Елены Леонидовны, которая стремительно пытается ликвидировать в веренном ей учебном заведении класс с крымско-татарским языком обучения. Бу дәлелді біз тешкермеге қарар алдық. Біздің телевизион группамыз яқында хавға чыққан мектепке келді. Мектеп мүдірі малюматны рет етті. Айта ки февраль айындан июнь айына же яны Бурульча кой мектебіне балаларны милли сыныфта оқытмаға истеген ичбір ана баба ариза язмады. Оның сөзлеріне көре хавға провокаторлар тарафындан чықарылды. Когда пришли 4 человека, они представились на крымско-татарском, сказали, что кто-то из них адвокат, кто-то юрист, кто-то писатель и так далее. Ну и задали такой вопрос, почему ваш директор запрещает вам открывать крымско-татарский класс? На что родители сказали, мы не просили. Почему вы не просили? Вы же крымские татары, вы обязаны открыть крымско-татарский класс. Эта же группа подошла ко мне в составе 4 человек, возглавляемая Вамилевой Эмине Родионовны. Вели себя по-хамски, задавали очень провокационные вопросы, хамили. И в конце было сказано, что мы вас записали на диктофон, и все данные будут отправлены в соответствующие инстанции. И угрожали, что все заявления будут написаны и в прокуратуру, и в Министерство управления образования. Мудир Шандыраки мектепте ана тілінде тәсіл алмақ имкан бар. Бұның үшін мектеп реберлігі тапмайы сайында, яғни бұл давадан эвел Қырым татар тілі ве башлангыч сыныфлар очасыны тапты. Елена Леонидовна, в мае, наверное, пригласила меня к себе в школу, в Цветочинскую, учителем крымско-татарского языка. Вот, так как был учебный год, я не смогла прийти, пришла вот чуть попозже, и тут она, так сказать, подарила, может быть, это подарок или как, она предложила мне крымско-татарский национальный класс. Аллах сметите, я думаю, что наши дети докажут и покажут свои знания, умения и способности. Ну, конечно же, мы будем им во всем помогать. Тәсіл идаренің мудирі қайдете ки бұл вазиет ана бабалар ве мектеп реберлігі арасында анлашылмамазлық. Оның сөзлеріне көре бала милли сыныфта оқылмасы үшін тек ариза язмақ керек. Скорее всего, это было недопонимание между родителями, общественниками, которые подняли этот вопрос. После того, как были даны разъяснения о том, что если будут заявления от родителей, класс мы такой, конечно же, откроем. Никаких препятствий в его функционировании создаваться не будет. На 18 число таких заявлений у нас 12. Класс с крымско-татарским языком обучения в этой школе будет открываться. Этот вопрос у нас никогда раньше не стоял остро. И мое мнение, не только мое, но и мнение моих коллег, что эта ситуация искусственно каким-то образом подогревается. Бұл меселенің мүзәкере еткен сон вазиет чезілді. 60 талебеден тек 16 кенженің ана бабасы балаларды Қырым татар тілінде тәсіл алмасы үшін истек білдірділер. Умумен Қарасу базар районында 2 милли мектеп, 46 Қырым татар сыныфы ве Қырым татар тілінде тербиев ве білгі берген бала бақчалары бар. Хатырлатамыз Қырым Жұмхуриетінде девлет тілі оларақ уч тіл белгілене. Егер сіз евлядыңыз милли сыныфта оқылмасыны істесеңіз, мектепте бұ уақытта ариза язмалысыңыз.
София Шукурова, Эрвин Эмиралиев, Миллет телеканалы. Қырым Федераль университетінде инклюзив тәсіл Ялта шерінде Қырым Федераль университетінің гуманитар педагогика академиясында имканлары сынырлы олған инсанлар үшін оқув бойынша ресурс оқув үсілі меркез çalışмақта. Бөлі меркезінің esas мақсады сақатлар үшін али оқувның моделіні көрсетмек, вешлетмек. Бұл есе оларының ичтимайлешувде ве зиманеви муетке реабилитация ве интеграцияда етілуінде мұйым ер ала. Меркезде көрув ешіту ве имканлары сынырлы олған башқа студентлер үшін мақсуслаштырылған донатмалар бар. Ишхерлері де пейда олды. Наш ресурсно-учебно-методический центр по обучению инвалидов ориентирован на то, чтобы заниматься и как обучением, так и сопровождением. Но есть несколько задач, которые являются также одними из базовых. Это профориентационная работа с абитуриентами, имеющими инвалидность. Это, естественно, содействие трудоустройству уже выпускников с инвалидностью. Ну и, конечно, разработка вообще системы сопровождения студентов с инвалидностью во всем Крымском федеральном университете. Мемлекетнің әрбір мектебінде мезунлар өз өжаларының ветандаштылар ве толу орта тәсіл аттестатларны алдылар. Ахмезжетнің Қырым татар мектебінде мезунлар ақшамыны милиту сіле кечірділер. Тәфсилатлар левхамызда. Ахмезжетнің 42-нче мектебінде мезунлар ақшамы кечті 11-нче сыныфлар доғмуш ралерінен ве севімлі дәрслерінен айрылдылар. Әнді сабық талебелеріні бұйық яшайышның бірінші басамақлар кириш, имтианлар беклей. Сегодня знаменательный день для моих друзей, для моих родителей, для меня, потому что мы перешли этот порог, мы отучились 11 лет, получили аттестаты. Сегодня праздник у нас, выпускной, выдача аттестатов. Әрбір мезун толу орта тәсіл ақта аттестатны әлде етті. Ойсы али оқув юртында оқумаға имкан бере. Базы бір талебелер тек аттестатны дейілде алтын медалерні де қазандылар. Бұ 11 ел давамында яқшы оқушны таздықлаған ғұрурдыр. Сегодня я получила аттестат особого образца, за что я благодарна и учителям, и администрации. В общем, хочу поблагодарить нашу школу за замечательный педагогический состав. В будущем собираюсь поступать на факультет английской филологии в КФУ. Хочу связать свое будущее с языками, именно с английским. Санада милли йырлар ве ойынлар балалар ансамбльлерінің ве Қырым халық артистлерінің жошқун қайтарма ойынлары. Бақтылы мезунлар ісе өжаларыны ве реберлік япқан инсанларыны қайырладылар ве әркезгеті шүкірлер білдірділер. Мектепте мезунлар ақшамы бұ әм талебелер әмде өжалар үшін байрамдыр. Чоқ еллар девамында талебелеріні қайғырмақ енгел еш дейіл. Балалар яқын севімлі атта туған олалар. День для меня очень волнительный, так как это первый мой выпуск. Я этих детей взяла с 5 класса. И как уже мы ранее видели, что в моем классе 2 медалистки, которыми я горжусь. И я думаю, что их жизнь сложится удачно. И поступят они все в высшие учебные заведения. Mezunlar akşamları Cumhuriyetinin Erbir şehrinde geçti. Saqta bu tedbir şehrinin merkezinde teşkil olundu. Endi abituriyentlerini orta mütehassıs ve ali okuv yurtlarında ağır ve meraklı okuv bekley. Enver Ablaziz Hasan Zivadinov, Millet için. Yol hareket қайдылер бозылғаны себебінден пара жазасыны вақтында төлемедіңізмі банк қайғырыр. Учбенге же пара жазалар енді қайдылерінің бозғанларының есабындан автоматик шекілде алына біле. Төленмегенден 2 күн кечкен сон. Есабынызда пара олмаса 20 күн девамында махкеме ижрачысы, яғни пристав ади ижра истисалына ачажақ. Бөле қанунлейха Девлет Думанын бақуына көрсетілді. Фукірлер чышы толды. Махкеме ижрачылары таздықлы әлерке. Бұл ішні тезлештірежек ве кағыт меселесінден бошатажақ. Экспертлер разы дегілер. Оларның фікірлеріне көре информацион системалар мүкемел олмағаны себебінден хаталар олмасы мүмкін. Бөле пара жазасына шикайет етмегейсе қолай олмас. Бұл инсан Қырымдан тыш белі, о Қырым татар музыкасына әсе қошқан инсан. Қырымда нам қазанған артист Туряни Кинжикаева жади көрішув кечірді. Тедбір Илья Сильвинскийнің музей евінде кечті. Тафсилатлар небеті келев хамызда. Babalarımıza azıcık sevinç olsun, o kadar da yıllardan sonra. Қырымда
Крым-татар музыкасының сесі бүгін Уряни Кенжикаеваны тамам бойле адлайлар. Оның концертіне билет алмақ үшін ер вақыт бұйық невбетлер тізіле. Бұ сефер оос иджади ақшамыны музей евде кечере. Бойле вақияны халық ерларны севген инсан ичбір сефер қачармас. Приятно, что люди приходят и нравятся им эти песни, они их слушают. Я не ожидала, что много цветов будет. Наши артисты все ушли с огромной охапкой цветов. Понимаете, благодарные зрители. Очень приятно, очень приятно. Истидатлы Уряни Кенжикаева ерларыны озу язған ве озыды ижра еткен Крым-татар ижрачыларындан бірідір. Музыка санатына оның әвеслігі тап балалықтан көрініп башлады. Да яш қысчық олғанда о ватанына бағышлап тесірлі виватан первер турку язған еді. Mecnun'u kibir dağ başını da gezerim aman, inan gezerim vatanımın kokusunu sezerim. Ось программасында Уряни Кенжикаева Крым-татар халқы ерларыны да тақдим етті. Ақшамның башында юректен шыққан севімлі ер чалкемане яңғырады. Вокал эсерлеріні Энвер Муратов ве ажайып Крым-татар фольклор ерларыны Фатма Байрач ижра еттілер. Tesuratlarım böyle yüreğim taştı. Öyle memnun oldum. Все-таки benim seyircilerim de geldi. 30'dan ziyade benim seyircilerim de var idi. Onlara çoktan çok teşekkür bildirmek isteyeyim. Urena Hanım o benim hocam. O benim çalışı концертмейстерім. Лирик ватан первер ве халқы ерлары. Тедбір кетешатында Уряни ханым чешіді жанр ерларыны ижра етті. Оларны мұсафірлер sıcak қаршыладылар. Зал ile сербест конушылдан ве яратылған гузел бір муеттен зев қалды. Султанес Такаева, Сусана Рефиева, Миллет үшін. Достлық ве славянлар бірлігі күні бірінші сефер бізім Жұмхуриетімізде кечірілі. Умум халық мерасимлер Гагарин адына паркта тешкіл олынды. Анда Амели Суслюсана тергілері ве концерт программасы тақдим етілді. Халық коллективлерінің эски милли ерлары ве ойынлары мында чехлер, булгарлар, ахруслар ве украинлер. Олар эпсы славян халқының арқадашлары. Олар муабетлікте ярмадада бірінші сефер славян халқларының бірлешув күніні қайдетелер. Этот праздник объединяет всех славян, имеет общие корни, общие традиции и общую культуру. Создан этот праздник для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили свои исторические корни, развивали свою культуру, а также стремились сохранить межвековую связь друг с другом. Мерасимде славяны снафларда тақдим етілді. Шарқы Европаның милли векелері бірінші невбетте ось нағышларының ғұрурланалар. Чүнки бұ эснаф эн қадеми сайла. Это прялка, это овечья шерсть. На прялке придется шерсть, потом из этой шерсти вяжут носки, в общем, все, что можно связать. Бу байрам кечкен асырның 90-нчы сенелері яратылған еді, ама бізде о бірінші сефер қайдылына. Оны халықлар достлық әві ве Қырым Жұмхуриет милетлер ара мұнасебетлер бойынша Девлет комитеті тәшкил етті. Ән əsas мақсат қардаш халықларыны бірлештірмек ве достлықны хавилештірмек. После того, как Крым стал российским, конечно же, не может быть без внимания оставлен данный праздник. И впервые уже при поддержке Госкомитета нашего стало возможным проведение в республике сегодня. Как мы видим, очень яркое мероприятие проходит. Сегодня более 100 участников со всех районов и городов нашей республики принимают участие. Байрамны әмді милли музыка әлетлері яраштырды, яғни балчық сызғыр авучлар. Михаил балалықтан ән севімлі ішінен оғраша. Бұ инсан емін оның снафы чешіт милетлерге менсуп олғанларыны бірлештіре. На 5 нотах уже практически любую народную мелодию можно подобрать. Многие первый раз слышат, кто-то вспоминает детство, кто постарше, что такие свистульки когда-то были. Дети, конечно, все интересуются. Тәжірибе көстерді ки, бірінші сефер қайдетілген байрам yüksek қиметке лайық. Демек бұл тәдбір әрсене кечіріліп, ан-анеге чеверілежек. Энвер Аблезис, Асан Зевадинов, Миллет үшін.
Кефеде пляж регби бойынша Женюбей федераль округның чемпионаты олып кечті. Ярышларда Ростов-на-Дону Ахяр Кефе Вяхмезжет тақымлары бұнен бір сырада Қырым жима тақымы іштирак еттілер. Ростов-на-Дону шерінің Дон регби клубы Кефенің море тақымы ғалибе қазандылар. Июльнің сонында олар Москваға yol алып, анда Русия финалында іштирак етежеклер. Сейчас пытаемся этот вид спорта возродить. Мы знаем, что у вас в Феодосии славные традиции этого вида спорта. Ну, вам всем сегодня пожелать не только побороться, но и отдохнуть, насладиться морем, солнцем. Всем спасибо. Ахмезжетте улу ватан женкінің Қырым қараманлары кубогына бағышланған тэквондо бойынша үшінші регион ара ярыш олып кечті. Қараман кубогы оғырында 300-ден зияде яш спортчы күрешті. Бұл Самара, Уфа, Санкт-Петербург, Воронеж, Тулаве, Қырым шерлерінден келген тақымлар. Парлақ спорт мерасимақында бізі мұқберіміз Султанеси Такаева тариф етежек. Татамиде мирақлы темаша Авропа ве Русияның екі чемпионы көрішті. Әрбірісі өз күчіневе ең яқшы алышқанлықларыны көстермеге тырыша. Қырым спортчысы Кемал Куртбединов тамам күреш девамында яралана ве ғалип чықмаға имканыны жоя. Ама бұл ерде тоқтамаға ниет етме кележекте Русия джима тақымына кірмеге планлаштыра. Было очень сложно, получил небольшую травму, поэтому правой ногой не смог работать. Расти, не останавливаться, пока есть здоровье, силы, до самого конца идти. Уфадан келген спортчы Артур Ишберден дүлбер күреш көстерді. О рақипке доғры дарбелер эндірді. 12 йыллық ғайретлі идманлар ветатамиде гузель нетиже. Оценить обоих соперников я бы оценил как на отлично. То есть с каждым разом отработать все лучше и лучше. Мында ең яш спортчылар да топландылар. Андрей Иванов 5 йыл девамында тэквондо иле оғраша. Ярышқа жиддилик иле янаша. Өз күчіні, майыш қақлығыны, ветезлігіні инкишаф ете. Мне очень понравились соревнования. Я буду показывать свои лучшие навыки и буду стараться побеждать. Регион ара турнир Русияның 8 регионындан ең яқшы спортчыларны топлады. Тешкілетчілар тариф етелер. Кубыққа мақсыз бір талаплар. Бір спортчы үч сечев турны кечмек керек. Ярышна акимлер теркібі көз етті. Наша задача сделать этот турнир визитной карточкой Крыма. Чтобы больше спортсменов с Российской Федерации, с материка приезжали к нам в Крым, общались с нашими детьми, выступали на нашем турнире. Тэквондо рух куветлігіні тәрбиелей ве сағлықтың қавилештірем. Әрсене бұ турнир иштиракчилерді ве мұсафірлеріні топлай. Қарымда бұ олимпик спорт чешіті фааль суретте инкишаф етмекте. Те организаторы, которые организовали этот турнир, они очень правильно сделали, потому что именно для уроженцев Крыма это именно героям очередная ихняя память. Чтобы крымчане знали, и спортсмены, и все крымчане, что были на этой земле благородной такие герои, которые защищали эту великую страну и именно защищали Крым. Ғалип чыққанларны кубоклар ве фахри ярлықлар или тақдирледілер. Енді ең яқшы спортчылар Русия джима тақымына кірмек үшін көрешечеклер. Султанеси Такаева, Виталий Голубев, Миллет үшін. Шымдылық бойыпсы малюмат саат 21:30 есе кележек хаберлер информацион программасының Нериман Тарсинова или Қачырманыз. Көрішмек үзіре сағылық нен қалыныз.